Мерекелік шара басталмас бұрын облыс басшысы қонақтармен бірге тарихи-мәдени орталыққа әкелінген жаңа жәдігерлердің көрмесін тамашалады. Өз кезегінде сөз алған өңір басшысы жиналғандарды атаулы мерекемен құттықтады. Тұңғыш президенттің күнімен барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңіз білесіздер, елбасының жүріп өткен жолы ол осы біздің Теміртау қаласымен, біріншіден Қарағанды облысымен тығыз байланысты. Осы Теміртауда елбасымыз өзінің даңқты жолын басқарды. Осы Қарағанды металлургия комбинатында болат балқытып жүріп, өзі де сол шар болаттай болып шыңдалды. Соның нәтижесінде бүгінде әлем таныған ұлы тұлға халықаралық деңгейдегі аса көрнекті және беделді мемлекет қайраткеріне айналып отыр. Сондықтан да Қарағанды облысы біздің президентіміздің саяси және еңбек және саяси атамекені екенін әрқашан атап өтіп жүреді, және де осымен біз жерлестер осымен мақтанамыз. Салтанатты шарада тарихи-мәдени орталық ұжымының облыстық мұрағаттар мен кітапханаларда жүргізген іздестіру зерттеу жұмыстары барысында дайындалған Сарыарқа төсіндегі кездесулер атты кітабының тұсауы кесілді. Биылғы мерекеге біз сондай тағы елбасы туралы жинақ дайындауды ойластырдық. Соның ішінде міне Сарыарқа төсіндегі кездесулер деген тақырыпта жинақ дайындады. Бұл жинақтың негізгі мақсаты осы қаламыздағы тұрғындарды және жастарды елбасының өмірі мен қызметінің туралы халыққа, жастарға осыны түсіндіру болды. Естеріңізде болса, 2011 жылы тұсауы кесілген бұл орталыққа шілде айынан бері күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген еді. Жылу жүйелері жаңғыртылып, кабинеттердің төбе қабырғаларына дейін тұтас қайта боялған. Сондай-ақ ескірген еденді де ауыстырған. Ғимараттың сыртқы жолағына жасанды газон төселіп, бүгінде көк күмбезді ғимаратқа жаңаша өң кірген. В июле месяце этого года шілде айында біз күрделі жөндеуге қатысты байқау жарияладық. Елордалық Астана Альянс мердігер ұйымы 215 миллион теңгеге барлық жұмыстарды уақытында жасап үлгерді. Оларға берілген соңғы күн 30 қараша болатын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, орталық жаңа кейіпке енді. Орталықта сонымен қатар тұңғыш президенттің күніне орай Орталық Қазақстан Академиясының, Евней Арыстанлы Бөкетов атындағы университеттің және Қарағанды қаласының көпсалалы гуманитарлық техникалық колледжінің студенттері жұмыстарының көрмесі ұйымдастырылды. Көрме 30 желтоқсанға дейін жалғасады. мы очень благодарны. Біз бүгінгі іс-шараны ұйымдастырғандарға ризамыз. Осы көрмені өткізуге өз қол ұшын созған тарихи-мәдени орталықтың басшылығына да көп рахмет. Салтанатты шараның соңы концертке ұласты. Облыс орталығынан келген қонақтармен қатар елбасының қызметтестері мерекелік үстелдің төрінен орын алды.